Құрылтай сияқты кәсіптік білім беру жүйесін дамытуға қалай ықпал етеді? Президентіміз жақсы тапсырма берді. Барлығы жанып тұрған мықты болашақ біздің мамандар деп ойлаймын. 100 студентіміз жұмысқа тұру перспективасы тездетіледі. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, келешекке талаппен подкастының кезекті саны назарларыңызда, және оның жүргізушісі мен Арайлым Ғазизқызы. Студиямыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Талап ұйымының президенті Санжар Мейірханұлы мен Алматы құрылыс техникалық колледжінің директоры Бектұрған Сұлтанғалиұлы. Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Колледжде қандай жаңалықтар бар? Содан бастасақ. Қайырлы күн, көп рахмет. Енді осындай керемет мейрамның алдында осы подкастқа шақырып отырсыздар. Енді біздің колледжге жеке келетін болсақ, енді біраз жұмыстар жасалып жатыр. Біраз жұмыстар тағы да жасалады деген жоспарымыз да бар. Енді жұмысшы мамандықтар жылы аясында керемет сондай серпіліс, керемет сондай бір сол мамандықтардың мәртебесін, жұмысшы мамандық мәртебесін көтеруде үлкен біраз жұмыстар жасалып жатыр қазір колледжде. Соның қазір бірін айта кетейін, осы мына халықаралық сантехника және жылыту құзыреттілігі бойынша өндірістік оқыту шеберлері және де сол арнайы пән мұғалімдерінің арасында халықаралық бізде жақында жарыс өтті. Сол жоғары деңгейде жарыс өтті. Онда барлық біздің осы Қазақстанда колледждің директорлары, әріптестеріміз және де орынбасарлары соған қатысы бар, сол мамандыққа қатысы бар өндірістік оқыту шеберлері, мұғалімдеріміз қатысып, және де басшыларымыз осы мына талап ұйымының басшысы Санжар Мейірханұлы өзіңіз де көрдіңіз. Сол енді бұл жерде Моңғолиядан, Қырғызстаннан, Өзбекстаннан және де Әзербайжан, Тәжікстан елдерінен оқу өндірістік оқыту шеберлері қатысып, өзінің бақтарын сынап, сондай керемет жарыстар болып жатыр. Енді тағы да мына жоспар бойынша енді тағы осы алдымыздағы айларда мына қазір құрылыс және мына дәнекерлеу жөніндегі осындай үлкен шараларымызды өткіземіз деген жоспарымыз бар. Тамаша. Енді өздеріңізге мәлім, күні кеше мемлекет басшысы ұлттық құрылтай өткізді. Сонда жұмысшы мамандықтар жылына ерекше назар аударды. Құрылтайда қабылданған шешімдер бұл саланың дамуына қалай әсер етеді? Енді біз айтамыз ғой, құрылтайда жиында ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы келелі ойлар мен кесімді пікірлер айтты. Біріншіден, бұл пікірлер экономикамыздың әрбір саласын қамтыса, соның ішінде кәсіп техникалық білім беру жүйесіне де жекелей тоқтады. Бұны бір сөзбен айтқанда, ұлттық құрылтай менен жұмысшы мамандықтар жылы бір арнада тоғысы деуге болады. Неліктен? Өйткені жалпы жұмысшы мамандықтар жылының жоспарына сәйкес белгілі бір жұмыстар қарастырылған. Енді құрылтайда да жаңа өзіңіз айтатқандай жақсы бір ой пікірлер айтылды. Оның ішінде мысалы кәсіп техникалық білім беру жүйесінде жандануға біраз жұмыстар жасауымыз керек. Жалпы солтүстік өңірдегі бір колледждің мысалға тәжірибесін басқа колледжерге тарату бойынша ойлар айтылды. Прогноз жүйесі, колледжер қалай, мамандық таңдаулары қалай, осы бағытта айтылды. Сонымен қатар Қосшы қаласында әлемдік осы стандарттармен сәйкес жұмыс жасайтын осындай бір колледж ашылса деген ой айтылды. Енді сонымен қатар бізде осы жұмысшы мамандықтар жылында да құрылтайда да айтылған ой, осы кәсіпорынның талабына сәйкес, нарыққа сәйкес кадрларды даярлауымыз керек. Сонымен қатар құрылтай аясында белгілі бір салаларды дамытуымыз керек деді. Осы салаларға басты назар аударуымыз керек деді. Яғни әрбір салаларға, айтылған салаларға да біз жақсы қажетті кадрларды даярлауымыз керек. Сонымен қатар біздің 4 бағыттағы потенциалымыз жеке айта кетті. Бұл жасанды интеллект, яғни IT бағыты бойынша энергетика бағытына жеке тоқталды. Машина жасау бағыты, сонымен қатар инженерия бағыты дейміз, сонымен қатар агро өндіріс.
яғни біз өзіміз көріп отырғандай осы 4 бағытты жалпы қолға алып кәсіп техникалық білім беру жүйесінде қандай кадрларға назар аударуымыз керек, нені істеуіміз керек, осы бағытта жұмыс жасаймыз. Әрине осы құрылтайдың аясында айтылған ойларда бұл құрылыста бар, ол жол өндірісі де бар, тағы логистикамыз бар. Жаңа айтып отырған инженерияда логистиканы айтып отырмыз. Соның ішінде сондай бағыттардың бәрін дамытатын болсақ, бізде белгілі бір экономикамызға серпіліс болады деді. Яғни экономиканың драйвері кәсіп техникалық білім беру жүйесі болатын болса, біздің де бұл құрылтайдағы алатын тапсырмаларымыз көп болып, осы бағытта біраз жұмыстар жасауымыз керек деген сөз. Ал сіз қандай ой түйдіңіз? Бұл жерде де енді президентіміз айтып кеткендей, енді барлығын қарап шықтық. Бұл жерде енді жұмысшы мамандығының мәртебесі тағы да керектігі осы экономикамызға, елімізге тағы да қажет болып тұр. Себебі президенттің бір айтқан сөзі ұнады. Мынау қазір Европа мен Азияны бір-біріне жалғастыру үшін қазір Каспий теңізі астынан талшықты оптиковолоконный не дейді ғой жаңа, связь дейді ғой, соны жүргізуімізді жоспарлауымыз керек деп айтты. Енді ол жерде де егер ондай жұмыстар басталатын болса, біздің осы колледждің мамандары, осы біздің жұмысшы мамандықтар оған өте қажеттігін атап өтті. Сондай сияқты осындай керемет бастамалар, керемет өзіміздің осы ұлтымызға байланысты, өзіміздің мына қазақ тіліне байланысты көп осындай президентіміз өзінің жақсы несін айтып кетті. Бұл жерде тағы да айта кететін жағдай, құрылтайдың енді өту себебі де енді 3-ші жыл сол мына Атырау өңірінде болып отыр ғой. Енді бұл жерде де мына мұнай газ саласында тағы да көп осындай біздің инженерлеріміз, құрылыс саласында білікті мамандарымыздың өте қажет, ары қарай еліміздің дамуына сол мамандарды сапалы дайындауымыздың тағы бір президентіміз соған көңіл бөлуді көрсетіп, нұсқап, соны айтып кетті десек те артық емес. Жұмысшы мамандықтар маңыздылығын енді атап өтті, оны білеміз. Енді мұндай алаңдар жалпы ұлттық құрылтай сияқты кәсіптік білім беру жүйесін дамытуға қалай ықпал етеді? Енді бұл үлкен ауқымды алаңдар ғой. Саяси шешімдер қабылданатын, сонымен қатар бұл тек қана саясаткерлердің емес, мемлекеттік органдардың ғана жиналған алаңы болған жоқ. Бұл жерде жалпы әрбір саланың эксперттері, сарапшылары, үкіметтік емес ұйымдар өз ойларын ашық жеткізіп, елімізге қажетті дамыту керек бағыттарды айтып кетті. Яғни білім саласында қандай өзекті бағыттар бар, біз неге назар аударуымыз керек. Яғни президентіміз өзінің баяндамасында да белгілі бір сарапшылардың ойларын түйдектеп соларға жауап берді. Яғни бұл да бір жалпы айтқанда осы президентіміздің саясатына сәйкес ашық үкімет. Жалпы айтқанда осы депутаттардың, халықпен үндесетін депутаттардың осындай ойларын барлығын ескеріп, біздің саясатымыз жеткізе білді. Яғни біз ойлаймыз, осы кәсіп техникалық білім беру жүйесінде де бұл саясат жалғасып, оқу ағарту министрлігі белгілі бір тапсырмалар алып, онымен біз жұмыс жасап жатырмыз. Яғни оқу ағарту министрлігі болса да, басқа да министрліктер болса да, салалық министрлік айтатымыз. Біз бір түйінге, бір арнаға түйісіп, еліміздің дамуына белгілі бір әсер тигізуіміз керек. Әрине, енді бұл ретте осындай мемлекеттік ұйымдар емес, сонымен қатар мемлекеттік ұйымдар бәрі түйісіп, сарапшылар түйісіп жатқанда, талап ұйымменен осы колледждердің түйісуі бір үлкен ауқымды осы бағыт. Яғни бұл бағытта біз қатты назар аударуымыз керек. Кейде бір ақпараттар жетпей жатады әріптестерімізге, кейде бизнес қауымдастыққа да ақпарат жетпей жатады. Мысалға, қалай біз кооперация жасаймыз колледждермен деп сұрап жатады. Сол кезде таңғаласың, қалай жеткен ғой. Яғни біз информполяны, яғни информ ақпараттық бағытты біз күшейтуіміз керек. Осы уақытта біраз жұмыстар жасауымыз керек. Ол енді қажетті мамандықтар өз алдында, сол қажетті мамандықтардың қажеттілігін ақпараттық жүйе арқылы біз жеткізуіміз керек. Яғни оны қоғамға жеткізсек, мамандарымыз да,
белгілі бір бағыттарда өз ақпаратын алады деген сөз. Яғни ұлттық құрылтайдың алаңы бұл үлкен серпіліс беретін алаң болды. Яғни осындай алаңдарда сарапшылар жиналып бір білім саласын дамытуға үлес қосады деген ойдамыз. Жалпы енді ұлттық құрылтайда аймақтарды дамыту керектігі ерекше енді аталып өтті, иә? Ол жерде мәселесі көтерілді, сондай Қазақстан экономикасы үшін жұмыстар жасалу керек деп. Енді бұл жерде мен айтпағым, біздің колледждер еңбек нарығына қажетті мамандарды осы орайда дайындап жатыр деп айта аламыз ба? Қазіргі таңда, жаңа дұрыс айтып жатсыз, өңірлерде 20 өңірге президентіміз жақсы тапсырма берді. Яғни осы колледждерді дамытуда, кәсіп техникалық білім беру жүйесіне белгілі бір серпіліс беруде әкімдіктердің, жергілікті рөлі ерекше деп соған көрсетіп, соларға тапсырма беріп, осы бағытта дайындауымыз керек деді. Яғни өңірлерде өңірлік карталар жасалып жатыр қазіргі таңда. 9 өңірде ол дайын, мамандығым болашағым жобасы аясында жүзеге асырылып жатыр. Мамандықтар атласы, сонда? Иә, енді біз ойлаймыз, академиялық дербестікті енгізу арқылы осы бизнес қауымдастықпен қамқорлық аясындағы жұмысымызды көбейту арқылы, дуалдық жүйені енгізу арқылы осы салаға сәйкес кадрларды даярлап жатырмыз. Бірақ әлде тежейтін факторлар бар. Мысалға, оны мойындауымыз керек, салалық министрлікпенен оқу ағарту министрлігі арасында байланысты күшейтуіміз керек. Яғни, мысалға, құрылыс саласын бақылайтын министрлігімізбенен біздің оқу ағарту министрлігі арасында байланыс біз арқылы күшейіп, біз керекті мамандар даярлауымыз керек. Министріміздің тапсырмасы бойынша мысалы қамқорлықты үрдісінде көбейтуіміз керек. Қазіргі таңда 400-ден аса жоқ колледжімізге 500-ден аса кәсіпорын қамқоршылық ететін болса, біз оның саны көбейтуіміз керек. Яғни 772 колледждің, ол мемлекеттік ба, ол жалпы айтқанда жеке меншік ба, барлығын ұштастырғанда 14 мыңға жеткізуіміз керек дейміз. Яғни мамандығы бойынша да қамқоршылық көрсетуіміз керек. Яғни бұл да бір серпіліс беретін дүние. Дуалдық жүйінде де Атамекен ұлттық палатасымен бірге отырып оны жеке жалғастырамыз. Яғни орталық Азияда үлкен бір хабқа айналатындай осы дуалдық жүйе бойынша Қостанай қаласында Эрфурт орталығымен бірге отырып халықаралық дуалдық орталығын ашу, машина жасау бойынша осы жүзеге асырылайын деп жатыр. Сондықтан да ол транспорт саласы, машина жасау саласымен бірге отырып, Алюр компаниясын бірігіп, яғни бұл бағытта жеке жұмыстар жасай аламыз. Енді академиялық дербестікті жаңа айтып жатырмыз. Осы салаларды біріктіретін болсақ, қоғамға салаға сәйкес кадрларды даярлауға біз атсалып жатырмыз деген сөз. Мысалға, ERG компаниясын бұл жерде де тағы да айта кеткім келеді. ERG компаниясы да өз жеке альянс құрып, 23 колледжмен бірге жұмыс жасап жатыр. Яғни, ол да бір үлкен серпіліс жасап жатыр. Олардан сұрасақ, олар айтады, біз өзіміздің колледжмен бірге отырып, өзімізге қажетті кадрларды даярлауға атсалып жатырмыз. Яғни, біз қазіргі таңда салаға сәйкес кадрларды даярлау бұл тек қана оқу ағарту министрлігінің қарасында бір үлкен мәселесі емес. Бұл салалық министрлікпен, Атамекен ұлттық палаталарымен бірігіп, еңбек және әлеуметтік дамыту министрлігімен бірге отырып, сонымен қатар жұмыс берушілермен бірге отырып жасалатын бір үлкен жұмыс. Әрине, колледждермен біз бірге отырып сапалы кадрлар даярлауға атсалысуымыз керек. Енді сіз колледждің директор ретінде көп зерттеулер өзіңіз жүргізетін шығарсыз. Біздің енді еліміздің экономикасы үшін қандай жұмысшы мамандықтар қазір маңызды, қажет? Сұрағыңыз өте орынды. Енді біздің қазіргі таңда бізге, елімізге құрылыс саласына, ауыл шаруашылығы саласына, инженер, өзі машина жасау саласына көптеген біздің білікті мамандар қажет. Сол мамандарды дайындауда, сол мамандары білікті, білімді өзің осы нарыққа ертең колледжді бітіріп шыққаннан кейін сол жұмыс берушінің сол сұранысын қанағаттандыратындай жағдайда болу үшін біз барлық күшімізді, барлық қазір осы үкімет тарапынан, жергілікті әкімдік тарапынан барлықтары сол бағытқа
жұмыс жасап жатыр десем, ол артық айтқан емес. Себебі оқу ағарту министрлігінің бағана Санжар Мейірхан ұлы айтып кеткендей, ол сол министрліктің ғана несі емес, басқа да салалық сол құрылыс саласына, энергетика саласына, ауыл шаруашылығы саласындағы министрліктер, жердің әкімдіктері, әкімдіктері, солар біледі ғой ненің қажет екенін. солар бірігіп бірге сапалы мамандарды дайындасақ, біздің еліміз көп ұзамай мықты дамыған елдердің қатарына ары қарай жоғары деңгейде кіреді деп мен 100% сенімділікпен айтыламын. Бұл жерде тек қана бірігіп, бәріміз жұмысты сол бір неге қойсақ, онда жақсы мамандарды дайындап шығатынына сенімдімін. Мен мысалы елімізді аралап шыққанда, бізде көп елдің, енді ауыл аймақтың, сол елді мекеннің тұрғындары өздеріне қандай өндіріс орындары бар екен мүлде білмейді. Жаңадан ашылған болсын, сол бағытта бізде ақпараттық қолдау аз емес пе? Оны қалай біз бар екенін, студенттерге осындай мамандар керек екенін біз дәріптеуіміз керек, насихаттауымыз керек. Информполяны кеңейтуіміз керек. Бұл жерде енді талап ұйым болсын, сонымен қатар колледжеріміз болсын, немесе жерлердегі ақпарат байланыс процестерін жүзеге асыратын жергілікті әкімшіліктерге қарасты ұйымдардың барлығы осы бағытта жұмыс жасау керек. Өйткені қоғамға біз қажетті ақпаратын беруіміз керек. Бірақ мынау әлеуметтік желі дамыған заманда белгілі бір ақпараттарды алып жатыр. Дегенмен де бұл бағытта біраз жұмыстар жасауымыз керек. Сөзіңізбен келісем, кейде білмей жатады, мынандай өндіріс орындары бар ма деп жастарымыз сұрап жатады. Яғни сол жұмыс орнын ашқан жалпы кәсіпорындарда бұл бағытта біраз жұмыстар атқару керек деген ойдамыз. Біз ойлаймыз, енді кәсіп-техникалық білім беру жүйесі белгілі бір орын алатын ұйым талап болатын болса, принцип одного окна дейміз ғой, бір терезе қағидаты бойынша кәсіп-техникалық білім беру жүйесіне қажетті ақпарат қайдан аламын дегенде бізден алатындай болатын болса, біз соған біраз атсалысып жұмыс жасауымыз керек. Керек десеңіз, кәсіпорын ашылды десеңіз, осындай кәсіпорынды тіркеп қойып, мынандай кәсіпорын бар, осы бағытта жұмыс жасап жатыр деп те көрсетуіміз керек. Өйткені қоғам, колледж, не болмаса кәсіпорын, не болмаса студент, түлек осы ақпаратты алатындай бір терезе керек, бір ұйым керек. Осы бағытта біз жұмыс жасауымыз керек. Әрине, енді кәсіп-техникалық білім беру жүйесінің енді өзіне қарасты емес функциямызды алғымызда келіп тұрған жоқ. Бұл ретте мысалға бізде центр трудовых ресурсов бар. Оларда да белгілі бір ақпараттар беріп жатыр. Олардың да жұмысын жоққа шығаруымыз керек. Ол жақта да жұмыстар жүргізіліп жатыр. Яғни біз ақпарат көздерін қайдан алатынымызды білмегендіктен, олар да бәрі де жандануымыз керек та, бірігіп, бір арна болып ақпарат көздерін беруге тырысуымыз керек. Мүмкін әкімдіктер жұмыс істеу керек шығар осы орайда. Солар біледі ғой, ненің бар, ненің жоқ екенін, өңірде. Әрине, енді олардың да жұмысын жоққа шығармауымыз керек. Белгілі бір жұмыстар атқарып жатыр, бірақ дегенмен де жеткіліксіз болып отыр. Бұл жерде пікір иелері де керек та, лидері мнениеміз. Бұл жерде де өңірдің сарапшылары да керек. Кейде өңірдің сарапшылары қандай да бір ақпарат керек болатын болса, олар да тыңдап та жатады. Но бізде үлкен бір фестиваль өткіздік, білесіз. Сол фестивальға бізге көмек көрсеткен компанияларымыз бар, бірігіп жасаған компаниямыз бар. Енді блогерларымыздар бірлігіп жұмыс жасағанда Астананың әрбір топтарына, группаларына да кіріп кетті да, осындай фестиваль болайын деп жатыр. Ақпараттық поляны, инфоны көбейтіп жібергенде олар білді. Сол сияқты белгілі бір деңгейді ұстап отырып, сол ақпараттық осы іс-шараны да көбейтуіміз керек. Соны тағы да толықтыра кетейін. Санжар Мейірхан, кеше құрылтайда да президентіміз осыған қатты баса назар берді десек те болады. Себебі мынау қазір заманымыз енді әлеуметтік желілерде ата-аналарды көп отырады. Және де ата-аналар енді оқушыларымызға енді біз өзіміздің баламыз болсын, осы жастар болсын, бірақ енді оның ішінде бос жаңағыдай нелер ақпараттар өте көп та, сонымен уақыттарын өткізіп алып жатыр да. Сол себепті біз осы тараптан жаңағыдай жақсы осы ертең мамандықтың қыр-сырын білдіретін, сол мамандықтың қандай маман болып шығатын жайында көбірек ақпараттарды берсек, сол әлеуметтік желілерде де бос отқан кезде
ата ана болсын, сол келешек сол студент болсын, сол маман таңдауға келген біздің түлектер болсын, олардың бәрі жақсы сондай ақпаратпен Жарнама ретінде тарату керек дейсіз тарату ғой, иә? керек, иә. Сондайды көбейту керек та. Сол себептен оны да кеше құрылтайда оның бәрін айтып кетті. Себебі қазір сол әлеуметтік желіден басқа бос, басқа информация, басқа ақпарат алған себебінен оның да зардабын несін өзіміз шегіп жатырмыз да. Сол себепті бәріміз бірігіп жұмыс істеп, осының бәрін жолға қоюымыз керек деген ойлаймын. Жалпы ұлттық құрылтайда көтерілген кез келген мәселені біз жақсы түсініп жеткізе алдық деп ойлаймыз, иә? Студенттерімізге, мамандарға. Біздің енді құрылтайда ұйым болып жеке көрдік, жергілікті жерлерде колледждерімізде жеке көрді. Біз енді жұмысшы мамандықтар жылында әрбір кәсіп техникалық білім беру жүйесіне қатысты ақпаратты зерделеп сараптап отырамыз. Біздің осы жобалық кеңсеміз бар, онымен жеке жұмыс жасаймыз. Яғни құрылтайда айтылған ойлар осы кәсіп техникалық білім беру жүйесін жетілдіру бойынша пікірлер, тапсырмалар жүзеге асырылады деген сенімдеміз. Енді басына президентіміздің айтқан жеткізген тапсырмаларын, үкіметтің берген тапсырмаларын, министрліктің оқу-ағарту министрліктің берген тапсырмаларын кәсіп техникалық білім беру жүйесінің барлық мүдделі тараптары жақсылап жеткізіп, жақсылап орындаса, жақсы кадрлар болады деген сөз. Негізі жұмысшы мамандықтар жылы ол мүмкіндік сияқты, иә, үлкен ашылып отырған. Енді осы орайда жалпы мен қазір өтіп жатқан байқауға тоқталып өтсем, топ 100 студент деп жатырмыз. Топ 100 студент. Ол байқау не береді студенттерге? Оның шарттары қандай? Қалай студенттер оған іріктеледі? Бұл жерде енді топ 100 студент деген осы бір 4 жыл, 5 жылдың көлемінде жыл сайын болып келе жатыр. Бұл жерде бірінші колледж ішілік іріктеу жүреді. Колледж ішінен сол мамандығын жақсы білетін, жақсы орындай, сол білікті, жақсы өзінің мамандығын сүйетін біздің мықты оқушыларымызды сол ары қарай қала деңгейіне шығарамыз. Қала деңгейіне шығып, сол жерде де өздерінің барлық ол жерде видео түсіру керек, сол мамандығынан бір нәтиже шығарып көрсетсе, ары қарай қала деңгейінде ол іріктеледі. Одан кейін барып ол республика деңгейіне өтеді. 100 мықты студент болып солының қатарына кіреді. Бұл жерде де енді іріктеу былай қарасаңыздар, бұл жерде де комиссия болады. Ол жерде де барлығын қарап, оқушының дағдысын, біліктілігін, білімділігін бәрін сараптап, тексеріп, мен ойлаймын осы мына қазіргі республика деңгейінде өтіп жатқан, осы республика деңгейіне шыққан біздің студенттеріміз барлығы жанып тұрған мықты болашақ біздің мамандар деп ойлаймын. Ол сол себепті сондай этаптан өткеннен кейін ол ертең ары қарай оқуын бітіргеннен кейін жұмысқа кіруі де өте жеңіл болады. Және де мына қазіргі қасындағы өзінің группалас балаларынан мысалға айтқанда енді жоғары деңгейде жоғары жалақы алу мүмкіндігі ол балада жоғары болады. Ал ол студенттер сонда сіздер өздеріңіз таңдайсыздар ма, әлде олар өздерін ұсына ма? Біз негізі студенттердің бәріне айтамыз, осындай жоба бар, осындай нелерден, этаптардан тұрады, кімнің қатысқысы келеді деп, соны сол колледж деңгейінде өзіміз комиссия құрып, сол балалардың бәрін неге шығарамыз. Қала деңгейіне 4-5-еуін шығарамыз. Қала деңгейінен кейін қалада да өзінің сондай этап бойынша несі жүреді, комиссияларының несімен, бақылауымен. Содан өтсе, ары қарай республикаға кетеді ғой. Жалпы Санжар Мейірханұлы, топ 100 студент байқауы студенттерге сіздің ойыңызша не береді? Бұл байқаудың маңыздылығы неде, мақсаты қандай? Біздің енді топ 100 осы топ 100 студенттерді өткізу осы конкурстың. Бұл министрліктің конкурстар жүйесіне енгізілген. Бұған әрбір колледждің студенттері қатыса алады. Яғни біз айтамыз, колледж ішілік чемпионатта 500
мыңнан астам студент қатыса алатын болса, яғни бұған 500 мыңнан аса студент қатысты деп айта аламыз. Сонымен қатар өңірлік этапта жоспар бойынша енді 3,5 мың студентіміз қатысатын болса, республикалық этапқа 200-ге жуық, ал соның 100-і іріктелініп алса, яғни 100 топ студент атанатын болашақ мамандар бар. Бұл өз кезегінде біздің басты мақсатымыз бұнда ұйымдастыруда перспективті, талантты, білгір, алғыр, өзінің ісінің шебері, майталман жастарымызға белгілі бір қолдау көрсету. Әрине, бұл осындай осы топ 100 студенттің осы мақсаты соларға қолдау көрсету. Яғни поддержка дейміз, перспективаларын анықтауымыз керек. Бұл енді күтілетін нәтижесінде бұл өз кезегінде не береді біздің студенттерімізге? Қандай қолдау көрсетіледі? Біз айтамыз енді, бұл енді ұйымдастырушы оқу ағарту министрлігінің тапсырмасымен енді біз ұйымдастырамыз, өңірлік этаптан өтетін болады. Комиссия оны жеке қарастырады, тәуелсіз комиссия қарастырып, онымен 100-ін осы іріктеп алады деген сөз. Енді өз кезегінде біз ойлаймыз, осы әрбір экономикамыздың бағыты бойынша, кәсіп-техникалық білім беру бағыты бойынша қатысып жатқан студенттер, ол біздің осы конкурсқа қатысу арқылы біріншіден өзінің бәсекеге қабілеттілігі бойынша өз-өзіне сенімі артады. Яғни ол әрбір студент, бірақ бұл жалпы қағидат емес, бұл жай конкурс. Бұл өміріңіз мән деп айта алмаймыз. Студенттер кейбірде осығанда дүрлігі мүмкін, ойбай мен орын алмай қалдым, бүйтпедім, сөйтпедім деген сияқты 100-дің қатарына кіре алмай қалған сияқты. Бұл жалпы айтқанда бір меже. Сол межеден өтсе, әрине өтіп жатса, ол оған белгілі бір статустар, белгілі бір мүмкіндіктер ашады. Біріншіден біздің ойымызша бұл осы студенттерімізді жоғары әкімдіктермен келісе отырып, жергілікті жерлермен әкімдіктермен келісе отырып, белгілі бір гранттар берсе, 100-дің ішіндегі кейбіреулерін әрі қарай жоғары оқуын жалғастыратын болса. Әрине, біріншіден бұл 100 студенттің қатарына кіруі, біріншіден, екіншіден бұл жоғары оқу орындарына түсуге мүмкіндігін көрсетсек, арттырады, яғни тегін түсуіне. Сонымен қатар Пирсон деген ұйыммен келісіп отырмыз, әлемдік стандарттарға сәйкес сертипорттың международный сертификат алуға ваучер берсек. Яғни ол студент 100-ге еніп, мен осындай сертификат алады екенмін. Ол енді келісім аясындағы. Ол бір мотивация дейсіз. Ол да бір келісім жүргізіп жатыр. Егер ол жүзеге асырып кететін болса, ол үлкен плюс болатын еді. Әрине, 100 студентіміз жұмысқа тұру перспективасы тездетіледі. Яғни ол 100-ге енгенде бізде жағдай туғызамыз, жергілікті жерлерде жағдай туғызамыз, мынандай студенттер бар, осыны дереу жұмыс алуға қолғабыс тигізуіміз керек. Ол да бір перспектива дереу туғызады. Сонымен қатар ол студенттеріміз біз белгілі бір біздің журналымызға жариялаймыз. Осындай 100 студентіміз бар деп перспективасын ашамыз. Сонымен қатар осы студенттеріміз бизнес арасында бизнесмен болам дейтін де адамдар болуы мүмкін ғой. Сондықтан да бизнес негіздеріне сәйкес бизнес стартаптарды бойынша үйреткіміз келеді. Бірақ оларда негіз стартап болмайтын бет, қандай да бір ғылыми жоба. Кейбіреулер ол бизнес стартаптар бар болғанмен оның реализациясы жоқ болуы мүмкін. Ол жалпы айтқанда экономикалық тұрғыдан, мемлекеттік тұрғыдағы белгілі бір тежеулер болуы мүмкін. Сол тежеулердің алдын алуын қалай болады? Сол бойынша біз жеке тренинг өткіземіз да. Оғанда біз жеке бір тренерді жалдап, міне арасындағы бизнесмен болам дейтінді үйретейікші осы. Жеке осымен шұғылданайықшы деп, жаңа сіз айтқанда ол стартапымен белгілі бір этапқа кіретін болса, әрі қарай оны реализация жасауға қандай кедергі болуы мүмкін. Бұл жек қана бір процеспен ғана қаралатын дүние емес. Ал біз айтып отырған мынау 4 бағыттың ішінде осы жекелеп тағы да бір қорытындылап жіберетіндей, тағы да түйіндеп жіберетіндей жұмыстар жасағымыз келеді, жаңа бизнес стартаптар бойынша. Әрине осының барлығы белгілі бір мотивация болып, колледжеріміздің студенттері осы Қазақстанның 100 студенттерінің қатарына енген осы студенттеріміз еліміздің болашағына белгілі бір дамуына белгілі бір әсер ететін
үлкен азаматшаларда болады деген ойдамыз келешекте. Бірақ негізі барлық колледж қатысады, жаппай. Қатысуға мүмкіндік бар. Яғни колледжшілік чемпионат дедік қой, колледжшілік чемпионаттың ішінде мысалға 772 колледж болатын болса, ол колледжшілік чемпионатқа қатысады. 500-ден аса бізде студент бар, 500 мыңнан аса. Екінші этабында өңірлік этапқа 3,5 мың студент. Яғни соның ішінде 3,5 мыңы іріктеліп алды. 3,5 мың ішінде республикалық этапқа 200 іріктеліп алды. 200-ден әрі қарай 100 болуы мүмкін. 100 болуы мүмкін емес, 100 болады. Яғни енді 3,5 мың деп енді жалпылама айтып жатырмыз. Енді ол белгілі бір ережеге сәйкес осыны біз іріктеп алуымыз керек. Енді қатыспай қалатын колледждер бола ма дегенім ғой, өздері. Енді колледжшілік чемпионатқа қатыспаймыз, одан әрі қарай өңірлікке қатыспаймыз, бұл жерде ешкімге қысастық жоқ. Бұл жерде меніңше қатыспаймынан гөрі қатысқым келіп тұр-ау деген сұрақ көп шығар бұл жерде, колледждерде. Сондықтан да әрбірі бағын сынап көргісі келеді. Бұл да бір жаңа айтқандай бір меже дейміз ғой. Белгілі бір межеден өтсе, белгілі бір перспективаға мүмкіндіктерді туғызатын болатын болса, әрине барлығы өзін-өзі көргісі келеді. Сондықтан да колледждерде де өздері де колледжшілік осы іріктеу болғанда қарастыратын шығар. Бірақ колледж айта алмайды, сен қатыспай қой, сенің жетістігің жоқ деп. Барлығы өзін-өзі сыналады. Еркін. Еркін. Я, олай болса, сіздердің енді бір қорытынды ойларыңызды білсек, ұлттық құрылтайдан бастап 100 студентпен бүгін енді ой өрбіттік. Енді біз жастардың осы дағдыға, білімге, осы машыққа емденуіне көп жағдай жасап жатқан президентіміздің саясатына біз алғыс айтамыз. Ол ретте енді үкіметімізде белгілі бір жұмыстар жасап жатыр. Оқу ағартуда министрлігі де белгілі бір жұмыстар жасап жатыр. Тапсырмалар аясында жергілікті жерлердің әкімшіліктері жұмыс жасап жатыр. Біріншіден жаңа алғыс айтамыз дегеніміз бұл оқу ағарту министрлігі, үкімет бәріміз бірігіп президентіміздің тапсырмасын орындауымызға тырысуымыз керек. Яғни тапсырма қалай? Жұмысшы мамандықтар жылы жарияласа, осыны жүзеге асыруымыз керек. Ол ұлттық құрылтайда айтқан ойларында түйіндерін біз орындауымыз керек. Яғни бастысы бұл жастарымызды бәсекеге қабілетті мамандықтарменен оқытып, ол тек қана Қазақстан деңгейінде емес, халықаралық деңгейде өзін-өзі дәлелдей алатын жастардың санын көбейтуіміз керек. Виктор Мырза. Бізде енді осы білім саласында және де соның ішінде кәсіптік білім саласында біраз жақсы жұмыстар, жақсы осындай керемет жақсы маман болып шығу үшін үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Ол енді біріншіден үкіметімізге, соны елбасымызға, президентке көп рахмет айтамыз. Себебі соның бәрін қарап, 25 жылы жұмысшы мамандық жылы деп жариялауы ол бекер емес. Сол себептен барлығымыз бірігіп, қазақта сөз бар ғой, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, осы кәсіптік техникалық білім саласына барлығымыз бірге сол білікті мамандарды, білікті біздің жастарды, білікті біздің бизнесмен, мықты азаматтарды дайындау үшін бәріміз бірге жұмыс істесек, бәрі жақсы керемет болатынына мен сенімдімін. Сол себептен бәріміз бірігіп жұмыс жасауымыз керек. Тамаша. Көп рахмет арнайы Алматыдан уақыт бөліп келгеніңізге. Рахмет. Жақсы.